Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді муравейниктің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қант ұнтағы мен жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Қаймағымыз бен бөлме температурасындағы жұп-жұмсақ болып тұрған сары майымызды қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Және де соңында ұнымызды, қопсытқышымызды қосып, қамыр илейміз. Бізде осындай қамыр шықты. Енді қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Және де целлофанға салып, 1 сағат көлемінде мұздатқышқа қоямыз. 1 сағаттан соң пергамент қағазы төселген формамызға қамырымызды үккіштен өткізіп шығамыз. Қамырдың әр 4 бөлігін осылайынан 4-ке бөліп пісіріп аламыз. 180 градус қызып тұрған пеште қызарғанша ұстаймыз. Қамырымыз суығаннан кейін ыңғайлы ыдысқа салып, қолымыздың көмегімен ұсатамыз. Блендерді пайдаланып қатты майдаламай ұсатып алсаңыз да болады. Ендігі кезекте бөлме температурасында тұрған сары майымыз бен вареный сгущенкамызды қосып, біркелкі болғанша миксерлеп аламыз. Ұсақталған қамырымызға қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді муравейниктерімізді формаға келтіреміз. Ол үшін осындай стакан пайдалансаңыз болады, немесе өзіңізде ыңғайлы кез келген бір затты ыдысты пайдалануға болады. Қасықтың көмегімен осылай сәл тығыздап аламыз. Кейін қамырымызды стаканды сілку арқылы осылайынан түсіреміз. Оңай түседі. Және де осылайынан қайталаймыз. Муравейникке әдемі форма берудің тағы бір жолы осындай кішкентай кольцомызды, яғни печенье жасайтын кольцомызды қолданамыз. Оны да қасықтың көмегімен тығыздап шығамыз. Стаканымызға қарағанда жалпақтау болып шығады, бірақ ол да өте әдемі көрінеді. Тығыздап болғаннан кейін жай ғана формамызды көтереміз. Міне осылайынан шығады, және барлық муравейниктерімізді осылайынан жасап, 1 сағатқа мұздатқышқа қоямыз. Мұздатқыштан шыққаннан кейін қатқан муравейниктерімізді осылайынан ерітілген шоколадтың көмегімен әрлейміз. Немесе кокос стружкасында қолдануға болады. Муравейниктеріміз өте әдемі, дастарханымыздың сәнін ашатын және де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Саяна. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.